активировать ету үшін купондарды Pinduoduo сайтына кіресің. Міне 11-11 акция бөліміне кіресің, иә. Қара, мына жерде айтып тұр саған 20 юаньға покупка істесең 5 юань скидка, 100 юаньға покупка істесең 10 юань, 200-ге 40 юань, иә. Міне мынау ең ауқымдысы, мысалға мынау 300 юаньға покупка істесең 50 юань скидка. Осының үстінен басасын. Яғни осының ішіндегі шығып тұрған мына товарлардың барлығы, осы товарлар осы акцияға подлежит, иә. Осы акцияға подлежит деген сөз. Дальше кіресің, иә, міне категория бойынша іздейсің. Әртүрлі категория бойынша любой, мысалға аяқ киім, аяқ киім, сумочки, хозтовары, постель принадлежности, киім, міне, иә, аксессуары, міне, барлығы осы жерде шығып тұрады. Осы товарлардың ішінен таңдайсың деген сөз, иә, осы товарлардың ішінен таңдайсың. Мынау, кстати, за деген мынау магазин, Зараның магазины. Ішіне кіріп сақтап алсам болады. Вот, міне. Бағана айттым ғой, акцияға қатысып тұрғанын қайдан білемін деп. 2000 юань сызық тұр, иә, міне сызылған 132 юань. Енді мында яқта тек 2000 деп чересчур жазып жүрген енді. Но акциямен бағасы осы. Так. Енді осы жерден қалай істейсің, иә? Ол үшін міне, мына товарды корзинаңа сақтайсың. Міне 300 юаньға покупка істесеңіз 50 юань сізде скидка дейді. Жанында корзинаны басасын. Корзинаны басасын, цветін таңдадым, міне, я. Так, қара түсін таңдадым, размер L-ка таңдадым, сохранить еттім, көрдің ба? Міне, бір товар болып, бұл маған сохраняция етілді. Міне, товар өзі 167 юань болып тұрса, 132 юань болып, 132-де 54 болып түсті маған. Міне, бетіп қарайсың, көрдің ба? 132-де 54 юань болып тұр. Так, әлі 300 юаньға жеткен жоқ. Келесі товар таңдаймын. Ой, мына не назад шықпай қалды. Келесі, так, например, қымбатырақ бір нәрсені көре салайын, иә. Так, анау 132 болды, мынау мысалға 284. 284 юаньдық куртка, иә, осыны покупка жасаймын деп шештім. Дальше кремін. Так, размерін таңдаймын, мысалға XXL, иә. Так, цвет черный таңдадым, XXL таңдадым, міне 334 юаньнан 284 юаньға маған түсіп тұр. 284 оплатасын басам. Не, таңдамай қалды. Қазір тұра тұрмын, корзинаға кірмей қалды. Так, жанында корзинасын басам, мысалға. Мысалға, мына куртканың корзинасын басуын керексің. Корзинасын басасын. Так, цветін таңдадың, размерін таңдадың, кеттік 184. Міне 2 товар корзинаға кетті. Корзинада 2 товар тұр. Полностью мне от жанып тұр, яғни жетпепті әлі 266. Тағы мысалға, например, мынау костюмчикті таңдай салайын, иә. Так, корзинаны баспай қаппын. Мына корзинаны басасын жанындағы. Ішіне кіресің, там түрін, түсін, цветін таңдайсың, иә, мысалға мына 121 юань дейді. Крем таңдадым. Енді маған 121 юань. Енді общий товарым не таңда деп тұр, маған. Размер екен ғой. XXL. Дальше. Міне 500 юаньға шықты, иә. Барлық товар таңдалды. 506 юань шығып тұр. Осына оплата бөліміне кірсең. Так, міне, мына жерде скидкаларын көрініп тұр, көрдің ба, міне. Мынау изначально 289 юань болған, бұл 241 юань болып тұр скидкамен. Келесі, мынау 184 юань болған, скидкамен 153 юань болып тұр. Мына жаңа бірінші таңдаған курткам 132 юань еді ғой, мұнда 110 юань. Яғни цена варьируется, я, әр товарға бағанағы 50 юаньның несі, скидкасы бөлінді. Общий осы товарларға 50 юань маған скидка беріп тұр. Түсінің ба? Вот. Общий 50 юань скидкам кетті, мне оплатитті басам, болды. Уже мен 506 юаньды төлеймін. Мына жерде уже автоматом менде скидкалар шығып тұр. 50 юань общий. Вот. Осылай покупка жасайсың корзинаға. Бұл мынаны түсіндірдім, иә? Любой кез келген мынау мысалға 50 юань покупка істе дейді. 100 юань покупка істесең 50 юань купон. Оның астына да дәл осындай категориядағы товарларды таңдайсың. Бұл жерде де категорияға бөлінеді. Тура осылай таңдайсың онда. Әртүрлі товардан. Бұл жерде де осылай товарларды жинап оплата жасайсың.